Kız balaga özgöçe tarbiya gerek. Kız balaga özgöçe tarbiya gerek. Misалы kız balаны, kızım, men seni жақсы көрем, sen sulu kızsın, menin prinsessamsың деп тұрып, ne? Atası еркелетіп тұрыш керек та, kız еркелетіп, бетінен öp, kucақтап, тегерентіп, айландырып тұрыш керек. Kız balaga bir tuğan erkek ağaları da kardeşim qandayсың, men seni жақсы көремін деп тұрып, çekesinden öp, kucақтап, еркелетіп тұрыш керек екен да. Kız balaga oşonday bir mamile керек екен да. Үйде егер oşonday mamile жоқ болса, ертең көшеге шыққанда bir балдар kucақтап seni жақсы көремін десе азырылып кетеді екен да. Bir kucақтап қойса. Көрбейсің. Ошол себептен үйде қыз бала менің қорғаушым бар. Менің қолдаушым бар, атам бар, менің ағаларым бар, инелерім бар деп тұрып, не қыз бала бір башқаша чоңойыш керек та баяғы жерлечи. Биздечи еркекке қандай мамиле қылса, қызға да ошондой мамиле кылат да кейбір үй-бүлөлөрдө. Кейбір семьяларды қарасаң, қыз иштейт. Не oldu десе, атам үй салып атат, ақша жөнөтүшүм керек деп тұр. Бұл қызды сен үй салдырам деп иштетем, үй салдырам деп тұрып, баққан жоқсың да сен қызды, тура ол. Ақша таптырам деп баққан жоқсың да. Ошол тура емес. Еркек бала табыш керек ақшаны. Еркек бала салыш керек үйді. Қыз баланы үйде қарашымыз керек. Анткени ал не? Келечектеги эне, келечектеги чоң эне, келечектеги тай эне, ага бир башкача мамиле кылыш керек.